Мен Фаризаны ортаға алдырып шақырып тұрған себебім, енді қызымыздың өзінің әкесі мен анасына деген дайындаған бір тосын сыйы бар екен. Енді баршамыз бірге куә болайық. Алдымен Фариза рұқсат болса, ағайды ортаға шақырайын. Ендеше Мейірхан ағай ортаға келсеңіз. Ағай, міне қазақта керемет қанатты сөз бар. Қырмызы гүлдің мекені, қырдан да кетер бір күні. Қызғалдақ қызда қашанда қонақсың деген төркіні дейді ағай. Ең алдымен тарихтарыңызға көп рахмет. Осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп, менің қуанышымды, менің ата-анамның қуанышын бөлісуге келіп отырғандарыңызға, баршаңызға Алла разы болсын. Маған деген жақсы ниеттеріңіз өздеріңізге 2 еселеп, 3 еселеп қайтсын. Әрине, тойдың дайындығында бір кісілерге, яғни туысқандарыма, достарыма, ата-анама көңіліне тиетін бір нәрсе айтсам, бір қылықтарым үшін осыған дейін 23 жыл бойы кешірім сұраймын. Ренжіткен болсам, артық кеткен болсам, енді кешірім сұрайым, кішкене қол алып тұрмын. Ең алдымен мен ешкімнің көңіл күйін түсіргім келмейді әрине, бірақ осы жақында аяқ астынан менің ең жақын адамым, ең жақын сіңілім қайтып кеткен болатын. Сол кісінің отбасынан кешірім сұраймын. Осылай ол кісілердің өздері жүректері қаншылап жатқанда мен үшін тойға келуге мәжбүр болғандарына кешірім сұраймын. Одан кейін енді әкемнің, анамның достарына, туысқандарына жеке алғысымды білдіремін. Коллективтарына, көршілерге, барлықтарыңызға Алла разы болсын. Өзімнің достарым, группаластарым, ағайларым, апайларым, барлықтарыңызға ағайыма ерекше алғыс. Өзінің профессор, Казгуда профессор деген атағына қарамастан, менің шәкірттік бір ауыз өтінішім үшін осындай 4 сағатын тілеп, мен үшін келіп отырғаныңызға ағай Алла разы болсын сізге. Одан кейін ерекше осы достарыма рахмет айтамын. Бізден көп дайындап, ол кісілер бізден бетер қобалжып, уайымдап, және ерекше осы алғысымды осы Ерболат аға мен Нұрдәулет аға бар. Ол кісілер көп нәрсеге себепші болды. Сол кісілерге рахметімді білдіремін. Және ендігі осы менің әкем мен анам, менің барымда, нарымда, менің барымды асырып, жоғымды жастырып жүрген осы кісілер. Мені жақсы ортаға тәрбиеледі, жақсы жерге апарды, жақсы білім берді, жақсы киіндірді. Осы кісілердің арқасында мен осындай үлкен азамат болып өсіп отырмын. Енді менің кішкентай қуанышыма бірге қуанып, кішкентай қайғыма бірге жылайтын осы 2 кісі. Осы енді келіп кетіп тұрған әрине сіздерге енді осы 2 кісі аманат. Қарап жүресіздер деп ойлаймын, көршілер, туыстар. Және осы 2019 жылы мен Казгуда оқимын. Өз-өзіме Владимир деген осы тұрмысқа шықпай тұрып, ата-анамды Меккеге жіберсем деп. Осы енді өзім нәзік болсам да, мені мақсатыма нықтыруға, өзімнің армандарымда жетуге, яғни жақсы мінез құлыққа мені ата-анам тәрбиеледі. Осы кісілердің барша адамгершілігі, барша мейірімділігі маған өтті. Мен енді мүмкін емес деп ойлайтын, бірақ әрекет етсе бәрі болады екен. Бәрі қолдан келеді екен. Сіздерге де осындай бақыт бұйырсын, шынайы
бұйырсын сіздерге де. Енді өзіңіз адал жүрсеңіз, Алла Тағала өзінің жолын салар екен. Осы қазан айының 1 күні мен осы ата-анама кіші қажылық сапарына Аллахтың қалауымен қол жеткізген болатынмын. Енді бұл мен емес, Аллахтың қалауы, мен тек себепшімін. Мен әрекет еттім, яғни Аллах Тағала өзі қалап тұрған болар осы екі кісінің умраға барғанын. Енді бір рет әкем айтқан еді, осы қонақтар келгенде, ұлым да осы, қызым да осы деп. Енді әкемнің сөзі әрқашан жүрегімде, анам осындай қыз бергеніне Аллаға шүкір деп айтқан еді. Маған бұдан артық перзенттік бақыт керегі жоқ шығар. Енді сол умраға, қажылыққа баратын сертификатты осы менің балалық арманымды, осы 3 жылдағы арманымды ағайым өзі табыстаса. Бірінші бір сөз айтып алайын. Құрметті осындағы қауым, сіздер мынандай бақыттың куәсі күнде болып жатқан жоқсыздар. Ата-анасының қажылыққа жіберіп отырған ұзатылып жатыр. Ол миллионды бір болатын жағдай. Абай болмас еді. Абайдың әкесі Құнанбайды, оның анасы дәретін алмайды. Емізбеген болса, бір Алла деді. Құнанбай болмаса, Абай болмас еді. Қажы Құнанбай. Домалақ аналар, осы біздің ұлы даланы әперген Ақбілектің күші емес. Біздің аналарымыздың даналығы. Осы шынын шақтай қыздың істеп тұрғанын, бауырларым, қанша мен деп еркек деген еркек істей алмайды. Менің анашым 78 жасында дүниеден қайтты. Сол жылы мен айтып жүрдім, ол өзі шауып жүрген кісі еді. Анашын дайындамыз, қажып барамыз. Мен дайын ғой деп жүрген. Бірақ бір күні таңнан көзінен тұрды да, дәретін алды да құлақтап кетіп қалды. Мен өңгенен түк істей алмаймын. Түк істей алмаймын да. Бірақ осы мынау осындай шын шақтай қыздың ата-анасына қажылықты енді былай айтқанда ер азаматтар істеп отырған жағдай. Мына құрметті бауырлар, осында отырған ер азаматтар ата-аналарының тірі кезінде жақсылықтарын жасап қалыңдар, ризалығын алып қалыңдар. Мынау тойлар болып жатады. Мына Европадан келіп жатқан үлгі. Анау свадебный путешествие деп, анау шетелге барып қадағып ақшаны құртып, мына қызға қараңдаршы, істеп тұрған. Шәкірті ұстаздың жұмысы деген осы. Мойындаймыз. Осындай қыздарға еліміз, ол біздің болашағымыз жарқын болады. Осындай қыздарымыз аман болсын. Мынау Қайдаке, мынау қыздарыңыздың маған ағай, сіз үстінің ішінде бір енді жасатқызып отыр. Сондықтан бұл сапар Аллаға сапар. Миллиондаған адам барайын десе бара алмайды, неге Алла шақырған жоқ? Қалталарында $1 миллион ақшасы, $1 миллиард бар, бара алмайды, неге Алла шақырған жоқ? Адам қалауы болды. Осындай ұлым да осы, қызым да осы деген қыз. Мынау осы өзі кетіп бара жатып, басқа үйге ата-анасы осындай шейді. Алланың мекені бара жатыр. Алла разы болсын. Бәрекелді. Ал, ел қауым болсын. Қайдағына
шақырымдарына қана керемет әрбір ұрпақтың арманы ғой бұл деген.